Oradan mектебім ұлағаттың мөлшегі, ата-баба салт дәстүрін таныған, мектебім өмірінің бөлшегі. Біз бастауыш сыныпта оқып жүргенде көптеген жетістіктерге жеттік. Хан сайшы жүлдегері Шакенов Іңкәр, Оразғалиев Сымбат. Салауатты өмір салтын қолдау мақсатындағы мектебіміздің болашақ спорт жұлдыздары Ермұханов Әлішер, Қадырбек Мейіржан, Ахмаев Мақсат, Мақтанов Арнұр және Түсіпбек Мұхамеджан. Осы оқушылардың тәрбиелеп жүрген ұстаз Ербол Шәріпханұлын ортаға шақырамыз. Шакенов Іңкәр, Зейнулаева Ақбота, Тұрсынбек Ернияз, Қадырбеков Мейіржан, Кенжеханұлы Дамир, Мұсағатов Әлішер. Айында мәнерлеп оқудан өткен 3 бәйтерек 3 діңгек тақырыбындағы байқауда 150 баланың ішінде Шакенов ортасында нөмір 21-ші жалпы орта білім беретін мектебінде өткен қалалық олимпиадаға қатысып, мектеп намысын қорғағаны үшін және де жоғары білімдерін дәлелдегендері үшін Шакенова Іңкәр марапатталады. Сыныбында екі оқу озаты Шакенов Іңкәр және Қадырбеков Мейіржан, Оразғалиев Сымбат, Ермұханов Әлішер, Тұрсынбек Ернияз, Кенжеханұлы Дамир оқу екпінділері. Осы оқушылардың ата-аналарына көп мектеп әкімшілігі атынан алғысымызды білдіреміз. Осы сыныптың өнерлі балалар санын қосып отырған балалар Ботагөз, Нұрхан және Салтанат ортаға шақырылды. 2009 жылы сәуір айында мәнерлеп оқудан өткен 3 бәйтерек 3 діңгек тақырыбындағы байқауда 150 баланың ішінде Шакенов Іңкәр бірінші орын жүлдегері атанған. Мектеп ішінде өткен іс-шараларға қатысып, жүлделі орындарға ие болған 4-ші А сынып оқушыларының еңбегін мына марапаттау қағаздары арқылы білеміз. Аса қадірлі аналар мен ұстаздар және әріптес оқушылар, бүгін ғылым әлемінің алғашқы баспадағы бастауыш атты ұзақ жолдың алғашқы ауысымынан асып тұрмыз. Бүгін бізде қуаныш, бүгін бізде үлкен той. Армысыздар жиналған ата-ана ұстаздар, той жиынсыз өмірдің мәні болмас. Біздер бүгін талпынып қанат қақтық, 4 жыл бойы оң-солын таныған жас. Ауын бамба жараңдар, алтын таңға қараңдар, ерте жайлы батты таң, естеліп тұр жаттыған, жұрағатын қуанып, рахатын тапты жаны, жанарлатын от шашып, мерекеге болтасық, тұрмыз біздер мінекей, бастауышпен қоштасып. Ұстаз өлшемі жоқ бағаның, айтындаршы таласар болған күн. Ерен өткен, елге істеген еңбегіңіз, деңгейлі сөз кезегі мектеп басшысы Бригинский Сергей Александрович мырзаға береміз. Құттықтау сөзді ата-аналарға береміз. Қымбатты ұстаздар, құрметті ата-аналар, кішкентай біздің балаларымыз
сендерді мына сондай өзімде толқып тұрмын мінекей. 4-ші сынып бітірулеріңмен. Енді міне сендер үлкен болдыңдар, старший класс болдыңдар осы жылдан кейін. Сендерге мына мұғалімдарыңның еңбегін бағалап, берген білімін дұрыстап оқыңдар. Қанша қараймыз міне, тарыдай болып кірдіңдер. Міне көн бала болдыңдар. 4-ші сынып дегенің 5-шіге көшкен балалар уже үлкен балалар деп саналады. Берген білімдеріңді дұрыстап оқып, енді ары қарай да 11-ші сыныпқа дейін де жақсылап оқып, бізге де мұғалімдарға да қуаныш қана әкеліңдер, жақсылық қана әкеліңдер сыныптарға. Соған көп рахмет айтамын сіздерге. Құрметті Нұржан Сәметқанқызы, осы мектептің ұстаздары, ұжымы, сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз. Расында да мына балаларымызды кішкентай қылып жетектеп алып келгенбіз мектепке. Міне бүгін бастауыш сыныпты бітіріп, орта буынға бара жатыр балаларымыз. Жолдарына ақ тілейміз, ақ жол болсын. Нұржан Сәметқанқызына айтар алғысымыз өте үлкен, өте көп. Сізге рахмет айтамыз. Балаларымызды көзін ашып, әрі үйретіп, жалғыз менің мынау кенжем ғой, кенжемнен үлкен 2 балам бар, ол екеуінің де алғашқы ұстазы осы кісінің алдында басым деймін, рахмет айтамын. Сіздерге еңбектеріңізге жеміс тілеймін, қанаттарыңыз талмасын. Осы біздің балаларымызды оқытып, осы приличныйдың мұғалімдері, ұстаз ұжымы жақсы атақпен ғана көріне беріңіздер, небір шыңдардан көрейік сіздерді. Бұл мақсаттарымыз мына балаларымыз осы егеменді Қазақстанымыздың үлкен азаматтары болсын. Соған бізбен қоса ата-анамен қоса ұстаздар да қуанып жүрсін. Біз үйде 1-ші мамасы болсақ, мектептегі ұстаздар 2-ші мамасы, жарты күн бізде, жарты күн осы мектепте болады балаларымыз. Сондықтан сіздердің бәріңізге рахметімізді айтамыз. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Тек қана осындай жақсы ұйымдарда осындай нелерде кездесіп жүре берейік. Содан кейін мен бір ерекше айтайын деген алғысым мына бүкіл мұғалімдерге рахмет етеміз ғой, бірақ соның ішінде Ербол мұғалімге рахметімді айтамын. Менің ұлым өзі көбірек ауырса да осы Ербол мұғалім болсын, менің баламмен кереметтей еңбек жасап, мына боксшыларды ыңғай шақыртып, маған тіпті звондап үйге сөйтіп отырды. Ол деген мұғалімнің үлкен еңбегі ғой, әйтпесе басқа біреу мүмкін оны ұмытып та кетер еді. Мен сондықтан сізге Ербол мұғалімге көп рахметімді айтамын. Әлде де жемісіңіздің еңбегін көре беріңіз. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Алғашқы ұстазымыз Нұржан Сәметқанқызына сізге ата-аналар атынан арнау тілеген күн келеді. Ұстазсыз, ұлағатты, үлгілісіз, ұстаздардың білгірісіз, шәкіртке ұлыларды дәріптеген, ардақтап, елін сүйген нұр қызысыз. Ұл есім ұстаздықтың ақылысыз, жанына шәкірттердің жақынысыз, өмірін туған тілге арнап жүрген зерделі зиялылар асылысыз. Еңбекпен алғынтылған нұрлы өмірге, ұжымыңыз тер төгуде сізбен бірге. Тілейміз зор денсаулық, бақыт, шаттық, жүректен ән арнаумен ұстаз сізге. Енді болашақ өмірлеріне айтарым тек ұлағатты сөздер. Егіліп көзі ұлағат ақыл парасат, ойын демей ойды бар, білімізде болашақ дегіміз келеді. Қымбатты да аяулы Нұржан Сәметқанқызы және ұстаздар қауымы, аяулы да ардақты біздің кішкентай балапандарымыз, мына бүгінгі бәрін бастауыш бітіріп жатқан осы құрметті төл мерекелеріңіз құтты қайырлы болып, енді осы қуанышқа бәріңіз келіп отырғандарыңызға көп рахмет. Ең бірінші өзіміздің ұстазымыз Нұржан Сәметқанқызына рахметімізді айтамыз. Бұл кісі біздің балаларымызды ең алғаш қалам ұстатып, жазуды үйретіп, осы біздің балаларымызға тәрбие беріп, енді бастауыш класстарын бітіріп жатыр. Енді ары қарай орта білімге Ақмарал Абылқасымовна сізге барғалы жатыр. Енді менің өзім Маржан қызым да сізде оқыды. Енді сізде өзі
жақсы ұстазсыз ұлағатты. Енді біздің оқушылардың да ары қарай үлгілі қылып, тәртіпті қылып енді шақырпай өткізіп жатыр. Сіз де соған тырысасыз деп ойлаймыз енді. Біз енді өз мұғалімімізге көп рахмет айтамыз. Біздің балаларымызды осындай дәрежеге жеткізгеніңізге, еркеліктеріңізді көтергеніңізге, білім бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Мен сізге тілейтін зор денсаулық, әрқашан да осындай қазынасы күліп жүре беріңіз. Осы жерде отырған Ербол мұғалімге көп рахмет, ұлымызды тәрбиелеп жүргенге. Ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, көк күмбезінен әрі өткен ғарышкерде, бәрі ұстаздан білім тәрбие алған. Сондықтан ұлағатты ұстаздар сіздерге бүкіл адам баласы құрметпен бас ән ұстазыма. Шәкірттерге рахмет епе, бапкерсіз мұхармада бапкер епеден сөз кезегін әлпе бетін ашып біліммен сусындатқан қымбатты ұстаз Нұржия Сәбитханқызына сөз береміз. Ұстаздар және бүгінгі менің бірінші класстан бастап алған бүлдіршін балаларым, шәкірттерім. Сендердің ең бірінші мектепке алғаш келген кездері менің және мына ата-аналарымның көз алдында тоншақтарың желбіреп, кішкентай ғана болып мектеп табалдырығын аттап, ең бірінші партаға отырған сәттерін міне бәріміздің көз алдымызда. Енді міне жастарың үлкейіп, ақылды болып, міне бір жаңағы ата-ананың көзінің қуанышы болып отырсыңдар. Енді құрметті ата-аналар, сіздермен мен осы 4 жыл бойы бізбен бірге болып, сіздердің көз жеткен көмектеріңізге әрқашан қандай тапсырма берілсе де орындап, аянбай балаларыңызбен бірге жүргендеріңізге көп рахмет айтамын. Мені әрқашан қолдап, сүйеу болып отырғандарыңызға үлкен рахметімді айтамын. Ал енді балалар, сендер міне бастауышты бітіріп, орта оқуға кетіп барасыңдар. Ары қарайда бастауыштың мұғалімдеріне, жалғыз маған емес, барлық бастауыштың мұғалімдеріне бастауышта оқып еді деп ешқашан кір келтірмей, мына баланы кім оқыптыды дегізбей, ылғи да жақсы жақтарыңнан көрінулеріңе тілектеспін. Дендерің сау болсын, сабақты ылғи да жақсы оқыңдар. Осы алған беттеріңнен қайтпай, ылғи да биіктен көріне берулеріңе тілектеспін. Ал құрметті ата-аналар, ылғи да осылай балаларыңыздың қызығын, қуанышын бірге қызықтап, бірге жүре берейік. Дендеріңіз сау болсын, жанұяларыңызға үлкен бақыт,
жақсылық тілеймін. Біздің осындай жетістіктерге жеткеніміз сіздердің арқаларыңыз. Оқу мен тәрбие егіздеген ғой. Сіздердің көрсеткен көмектеріңізге көп рахмет. Тойлайды бұл көптен, біздің байтақ бақыттен, ұстаздарын шын жүректен, құттықтайды шәкірттер. Сәл, мына суреттер топтамасына қарасаңыздар, алғашқы 1-ші классқа ең алғашқы қоңыраудан бастап, балаларыңыздың қадам басып өскен сәттері көрсетілген. Бір жағынан осы суреттерге де қарай отырыңыздар не. 1-ші қыркүйек кезіндегі мынау қандай ыстық осы шақ деп сол бастауыштық сыныбының партасында отырған кездері. Балалар біздің сыныптарымызда өте көп деп саналады. Мынау Ұлы Отан соғысына 64 жыл толған кезде біздің сыныптың өткізген тәрбие сағаттары. Мына 8 наурыз. Бейші болғым келеді деген іңкәр мен мейіржан. Күні анамыз дана болса, анамыз бен данамыз тыңдаңыздар ағайын. Аналарға бір арнаған саламыз. Қымбат сөздеді, әке деген, әке емес пе мәпелеп өсірген. Әкесі бар балалар, болады еркен, аспандағы айдада. Әкелеріміз қымбат болса, әкелерімізге арнап ән шырқайық. Thank you.
ұзақ қарын